Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер ұн өнімдері туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірге болыңыздар. Ұн жалпы дәнді дақылдарды ұнтақтау арқылы алынатын тағамдық өнім. Ол негізінен бидай, сондай-ақ жүгері, арпа, сұлы, бұршақ дәндерінен дайындалады. Ұн нан, кондитерлік, кеспе, тағы да басқа өнімдерді дайындау үшін пайдаланады. Ұнның химиялық құрамы тағамдық және технологиялық сапасы дәннің түріне, ұнтақтау дәрежесіне байланысты. Екінші сұрыпты және еленбеген ұнда В1, В2, ПП және Е витаминдері болады. Жоғары сұрыпты ұнда бұл витаминдердің мөлшері азайып кетеді. Ұзақ сақталған ұнның да сапасы нашарлайды. Оның ылғалдылығы 15%-дан да аспау керек. Ылғалдылық мөлшері одан жоғары болса, ұн қышқылданып көгереді және өздігінен қызып кетеді. Ал төмен болған жағдайда ұн аши бастайды. Сондықтан да достар, ұнның дайындалу тәсіліне де мән бере отырып, ұнның пайдалы жағына бағытталуымыз керек. Нанымыз көп болсын, уайым қайғымыз жоқ болсын. Қазақша контентті қолдап, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.